Мәжіліс экстремистік және террористік кітаптарды сақтауға тыйым салатын заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Депутат Болат Керімбек мәлімдегендей, енді мұндай материалдарды тек тарату ғана емес, сақтау да заң бұзушылық ретінде қарастырылады. Осы тұста мәжіліс депутаты Ермұрат Бәпи діндарларға қатысты жауапкершілікті күшейтуді талап етті. Депутат ұлттық құндылықтарға қарсы пікір білдіріп, діни араздықты қоздыратындарға берілетін қазіргі әкімшілік жаза жеткіліксіз екенін атап өтті. Дүмше догманы тықпалаған бұл қарабайыр діндарлар біздің ұлттық ұстанымды ірітіп, мемлекетіміз бен қоғамның тағанын теңселтуде. Соңғы аптада біз бірер осындай даңғаза дабыраның куәсі болдық. Елдегі діни негіздегі қоғамдық жарқшақ асқынып кетпесін десек, әкімшілік жазамен ғана ушығып бара жатқан жағдайды ауыздықтау аздық етеді. Әсіресе әлеуметтік ресурстар арқылы теріс діни насихат пен діни араздықты қоздырушы тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тартуға мүмкіндік беретін заң нормаларын депутаттар корпусының талқылауына ұсынуды сұраймын.